түсіне алған адамға жалғыздық деген жақсы нәрсе. Жалғыздықты сезінбеген адам, жалғыздықты құрметтеп, жалғыздықпен дос болмаған адам ертең сеніп жүрген дос сатып кеткен кезде сынады. Ал жалғыздықпен дос болған адам, досы бауыры сатып кеткеннің өзінде сол жалғыздығымен аман қалады. Страховка жалғыздық деген. Және жалғыздық Құдайға жақындау. Құдай жалғыз дейміз ғой. Құдайға жақындау. Біз Құдайдың бір кішкентай нұрынан жаралған пәрвердігер пендеміз. Сол нұрды ұлғайту. Нұр деп отырғаным бір жарқыраған жарық емес шығар, мөлдір мұң. Мұң десе бәрі бір уайым, қайғы, қасірет деп ойлайды. Мұңсыз адам, дымсыз адам дейді Абай атамыз. Мұң болмаған жерде дым болмайды, рух болмаған жерде түк болмайды дейді Мұқағали. Сол сияқты мұң мен рух егіз. Ол мұң мөлдір,